You a bad bitch, come and get your rent paid. Ain't got time for no drama, but today. And my watch gotta be Presidente. You coming with me, I don't care what your friends say. Car, automatic, I don't whip it at the seconds. And my bitch got... Ассалаумалейкум достар, біздер Картоп ТВ командасы Өзбекстанға, Ташкентке Айран командасымен футбол ойнауға бара жатырмыз. Жол ауыр болады, себебі біз командамен самолетпен емес, осы жолы автобуспен кетіп бара жатырмыз. Яғни автобустағы вайб сезіну үшін влогты до конца көріңіздер. Сосын біздің автобусты сықайтып, андай күшті қылып фотомызды қойып, сөйтіп жасап беріп жатқан. Жалғыз демеушіміз сол Go Sushi ұжымына рахмет. Сол автобусты жалдап беріп жатқан жалғыз демеушімізге көп рахмет. Как бы не было, я тебя охуенно сделаю. Как течет дымный, папа in the building, не кушай мозги мне. Дәл қазір қызықты сәт бір жағымды күшті жерде емес, тек қана біздің автобустың ішінде сіздерге біздің команданың ойыншыларымен таныстырған жөн көрдік. Кеттік. Нұрда дейміз. Біздің жаңа ойыншы Желаяқ, Шабандоз, оны ертең ойын барысында көретін боласыздар. Есімі Нұрда. Ассалаумалейкум. Диярский дейміз. Самая худшая левая нога. Біздің защитник. Қытайда оқып келген. Біз бәріміз теңгемен жүрміз. Бұл енді шетел көрген, естеген, сомға аударып алған теңгені кәдімгідей. Ақшаң бәрі осында. Саурамай Фали. Демалтып атымыз. Түннен бері осы шоудың бәрін ұйымдастырған осы жігіт. Бұйырса гол салмай, бірақ Галибухан бәрін атам деп жатыр. Ертең ойында, үші күні болатын ойында. Блогерлардың бәріне гол обеспечу дейді ғой. Сөзінде тұрады негіз бұл жігіт. Потом айтам десе. Оның сырын потом ойыннан кейін істесін, сосын барып айтам. Бұл біздің Алиш. Алиш жаңағы Бәріне аңласам деп жүрсің ба? 3,5 сағат жаңағы границада тұрып шаршаған, ашуланған, сонымен енді ұйықтаған, демалып жатыр. Қайсар таныстырудың қажеті жоқ енді. Бүткіл Қазақстанның бәрі танитын шығар енді. Бейт подробно таныстырмай ақ. Енді авторитеті жоқ жігіттерді таныстырып жатырмын да енді. Бұл Абай. Біздің док. Команданың дәрігері. Мен аяғымды ауыртып алдым, бірақ әлі бір маған көмек көрсеткен жоқ. Көреміз ертең. Эльдар таныстырудың қажеті жоқ енді. Менен артық білетін шығарсыңдар. Ой. Ойбай, ей, Өзбекстан жолын көрдіңдер ғой. Осындай. Пламенный салам алейкум. Завтра будем рвать Айрунов или Айранов. Айранов деген жын керек десем. Айранов. Жаңағы административный, неше түрлі сұрақтардың бәрін, вопростардың бәрін решать етіп, деп, енді қазір ұйықтап. Границадан аман-есен өттік деп бүткіл шаруаның бәрін бітіріп тастап ұйықтап жатыр. Дәлші кеттік. Бұл біздің Баха. Болды деп кетіп қалсам. Ауыл молдасынан хат таныған. Қайсы сосын жақындаған Амстердамға барып туған күнін тойлап, демалып, енді Ташкентке жол тартып бара жатыр. Біздің команданың шабуылшысы. Гол саласың ба? Саламай, біле. Сол аяғыңды көрсетесің ба? Көрсетемін. Бұл біздің Кукич бос уақытында ұйықтаған жақсы көреді. 2 қызы бар. 2 қызын сағынып, бүгін Қазақстан Республикасында бір күні балаларды қорғау күні. Кукичті 2 қызының мерекесі құтты болсын деп отыра, 3 күні болатын ойында сәттілік тілейміз. Кукадан бар жақсыны күтеміз. Сенеміз.
сәл настроение жоқ, потому что границадан сәл қинап жіберді бізді, иә? 4 сағат жүрдік қой, не істеп жүргенін білмеймін әйтеуір. Анда жіберді, мында жіберді. Бірақ келдік, Аллаға шүкір. Мынау Ташкенттегі ең танымал блог центр деп айтып жатыр. Пешқозон. Пешқозонға келдік. Кеттік. Toy bo'yida turgan yigit, nosuzgan yigit. Toy bo'yida turgan yigit. Қазанды біз Түркістанда ғана көрдік қой. Тек мына жақта әлі жасайды екен ғой мында қазанды. Бірақ 5 қазаннан көп сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бір тозақ отына кіріп бара жатқан сияқты. О, нормально. Ема. Жоқ, брат, өзің істеп ма? Алғашқы Ташкенттің пловын дәмдетайын деп жатырмын. Мынау енді бөлек. Бөлек па? Бағана шекарадағы біздің Қазақстанның пловымен бірдей. Мынаның дәмі бөлек. Бәрібір Ақсаудың пловына жетпейді. Yol bo'layin, chorbog'changga yor gul bo'layin. Samarqandingga yor bo'layin, chorbog'changga yor gul bo'layin. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin bilagi kimni. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin bilagi kimni. Ассалаумағалейкум. Ташкентте екінші күн осылай отырмыз. Өзбек ағайындарымыз күтіп алып бізді. Бәрі жақсы бізді. Ойынға дайынбыз. Жыртамыз картоп-алға. Кеше сөздің ашығы Бешқозон дейтінге барды. Қатты өтпеді бұл. Осы жерді мақтап жатыр, көрейген. Қазір дастарханға келіп жатқан палау Өзбекстан президентіне жасайтын шеф-повардың қолынан шыққан палау. Сен айттың ба? Нені? Неше түрлі енді ешкім істемеген. Қалай екен? Кешеге қарағанда 68 есе жақсы. Иә? Как гостиницада айтамын. Короче, мен айттым бәріне. Удачи вам, победы нам дедім. Жыртамыз ба? Жырту, жай. Жай ма? Қолдан келген жоқ. Бұйырса. 86 минутта красный алам. Әдеттегідей. Милохин, жди нас. 11 июня Милохин. Я тебя жду. Ал бүгін Ташкенттегі мына бір түн ұйықтап, екінші күн сәл ертерек келіп алдық, чтобы мына жақта қызықтардың бәрін көру үшін. Жақсы отыр, бәрі күшті отыр, күтіліп отыр, демалып отыр. Не бір қызықтар отыр. Бұйыртса ертең матч бізде, соған тренировкаға барамыз. Сонымен ертеңгі ойынға сақадай сайымыз. Мына жақта бәрі дайындықтар сұмдық бір. Бүгін бізде Ташкенттегі алғашқы жаттығу, осы жаттығумен ертеңгі ойынға барамыз. Біздерге сәттілік болсын. Ертең ойын қалай болатынын көреміз енді. Жеңіске тырысамыз. Кеттік. Real bad bitch, come and get your rent paid. Ain't got time for no drama, but today. And my watch gotta be Presidente. You coming with me, I don't care what your friends say. Car, automatic, I don't whip it if it's average. And my bitch got status, and your bitch cost static. God damn, and you niggas ain't worthy. She gon' kiss on my dick like a Hershey. I put it so deep, she like, baby, don't hurt me. Fucking rap as an athlete, she need a jersey. 7-8-ні ұтамыз. Победа бізде. Аллам бұйырғанды саламыз деп ойлаймыз енді. Көреміз. Ертең счет біз гол жібереміз деп ойлаймын. 3-0, 4-0 ұтатын шығармыз. Так, менің ойымша счет либо
1-3. Конечно, победа бізде болады, иншалла. Либо же 2-0 ғой. Победа бізде. Сәттілік. Қарсылас команданың игроктарын көрдік, қалай ойнайтын көрген жоқпыз. Но физически жаңағы физикасын көрдік та енді. Примерно ойлаймын, бір 3-2 болатын сияқты. В победу картоп. Счет разгром болады деп ойлаймын. Өйткені настрой мықты. Где-то 4-5 точно салатын шығармыз. Сен қанша саласың? Мен салам деп айтпаймын. Ауырып тұрмын, потому что мен ойнаймын, ойнамаймын ба деп тағы вопрос. Если бүгін түнде нормально болсам, біреу саламыз ғой енді Алла қаласа. Алла қаласа, осы жыл міндетті түрде гол салу керек. Осы уақытқа дейін қанша мүмкіндік болды, бірақ салған жоқпын. Осы ойында міндетті түрде гол саламын. Счет қандай болады? Счет енді крупный болады деп ойлаймын. 4-1 немесе 5-2 болады счет. Или даже 5-0 болуы мүмкін. Қанша гол салатын білмеймін. Бірақ бір жолтаяларым бар. Сол мен енді ондай гол салатындай позицияда емеспін ғой, сол үшін. Счет қанша болады? Счет 7-0. Если что, болмай қалса жасайсың, иә? Жасайсың. Қоспамыз, иә? Короче, тренировкаға келдік. Күн ыстық. Ташкент болып тұр ғой, короче. Біз қарамаймыз, тоқтамаймыз, жалғастырамыз. Бұйыртса ертең чемпион болып қайту керекпіз. Счет примерно бір 4-1 ма, бір 4-2 ма сондай болады сияқты біз ұтамыз. Соның біреуін соғам. Осыдан көріңдерші. Тренировка бөлінеміз қазір. Мына жақта почти бәрі мықтылар жиналды. Біздің жақта слабыйлар. Тек мен ғана шығар мықты. А так нормально. Ертең қанша гол саласың бәрі? Қазір ма? Ертең. Ертең ба? Білмеймін, Али 2 голевой пас берем дейді ғой. 2 голевой пас берсе, мен салсам Дубайға билетті, Египетқа. Хотя біреуін салса да, біреуін салса. Египетқа барып тұрмыз ғой. Үйрету керек, бәрін үйрету керек оларға. Біз Мако екеуміз тренировка істеп жатқан жоқ, себебі мен уже натренирован, Алматыда тренировка істеп келгем. На форме жүрген жігіттер ғой. С меня дубль ғой енді. Мыналар енді футбол келіп жатқан балалар болғандықтан дайындалсын кішкене дегенбіз ғой. Счет қандай болады жаңағы? Ертең счет па? 7-0. 6-0 болатын шығар. 7-0 примерно. Біз порядкеміз, өте порядок. Біз команда Қасы жаттыңыз 6-0. Сауранбаев екеу, мен екеу, Чулабек екеу. И подарок менен біреу ғой. Мен бонуспен жүремін всегда. Мен андай қылып түсірші. Күшті шетелдік футболисттер ұқсап шығып атам қаршы. Июньнің 3-і бүгін ойын. Дәл қазір гостиница алмастырып отырмыз. Осы жерден қазір орналасып, жуынып, шайынып, одан кейін шығамыз, обед жейміз. Сонымен сағат примерно 4-5 болады. И сағат 6-та ойын. Болды. Көптен күткен ойын бүгін. Дайынсың ората ойынға? Ойынға дайынсың ба? Бұйыртса, иә, құдай қаласа. Ештеңе айтпай қойсаң вообще. Бука ол, мен көп сөйлеп, өйтіп істемей, шығам, поляға шығып, дәлелдеймін деп тұр, негізі балаларын көрсін. Міне Мако келіп. Айыратын жігіттер осы ғой. Бүгін қай жерде ойнайсың өзің? Қай позицияда ойнайсың? Мако сол туралы айтшы. Ортада ойнаймын. Команданың жүрегі орта дейді ғой. И вратарь, осы екі позиция. Біреу мне, біреу мен. Так что ойын күтіңіздер. Мощно ғой. Бұл да кел. Сөйлеп жүрші, как ощущение? Ташкенте. Қойшы, брат. Жамба. Как ощущение в Ташкенте? Қазақша да берейін. Айта берсінші. Что, мынандай гостиница бірінші етіп тұрмын. Өте хорошо. Өте хорошо. Бүгін қандай счет болады? Туристардың бәрін түсіріп атсың ғой, саласың ба жер, ертең шыға ма? Счет 5-1 болатын сияқты счет. Бірінші тайм 4-1 ма? 7 голдан көп соқып қоймаңдар деймін. 7 гол соққаннан кейін заменада слабый игроктар шығарады. Али Сауранбаевтарды, Анчика, Асханы. Басында өзіміз ойнайық. Сосын алып келдік қой, бәлі Ташкентте слабый ойнайтындар бәрі. Солар шығарайық. Бәрін 7 гол соғылар. Диар Сестренкам бар ойнайтын. Алып келдік ме осыны? Есе жаяу жүр.
Главное, өз вороталарыңа соқпаңдар жетті. Абай барыны. Ақбелік қой бәріне чер. Нұрда, билей жүр. О! Үйде! Айде! О, ей! Өз ақшаңыз бар. Болды, сайыстан шықты ма? Контенттерің бар ма? Бүгін ойын на большой арене. Сегодня мы приехали сюда не для того, чтобы кайфануть, расслабиться. Мы сюда приехали в первую очередь защищать честь Казахстана. Мы сегодня должны... Все, в раздевалку мы зашли, мы едины. Мы команда, мы большая семья. Мы должны выйти, отпахать за каждого, друг за друга. Не надо там на 15, 20, 30% выкладывать. 200% надо здесь оставить. Пот, слезы, кровь. Выйти, так отпахать. Не за себя, а за Родину. Мы должны в Казахстан привезти сегодня победу. Люди не спросят, как мы сегодня играли. Какая у нас была игра. Нашей Родине, Казахстану, нужна сегодня победа. Все, с головы все убираем. Друг за друга. Пот, кровь нужно оставить. И привезти в Казахстан победу. Let's go dumb, ape shit, and be up like a spaceship. Yeah, they just wanna see us basic, but the real here now they gotta face it. Құрметті Картоп ТВ көрермендері, бізде ойынға дейін бір 10-15 минут қана уақытымыз бар. Біздің барша ойыншыларымыз дайындық үстінде. Бізге жеңіс, біздің қарсыластарымызға сәттілік тілеймін. Картоп ТВ алға. Біреу ойнаған опытныйлар да бар, кішкене опытныйлар, максимально подсказ береміз. Біреу жанып кетеді, біреу өртеніп кетеді деген сияқты. Максимально уверен болып шығуға тырысыңдар. Егер де жанып атқандай болса, Анчик, Алишка, Асқа подсказ беріп балаларға кішкене естіп қоясыңдар. Сол жігіттер ұмытпаңдар. Бұл андай бір Алматыда бір G лига сияқты бір ойын ойнап жатқан жоқпыз. Бұл жерде елдің атынан бүгін еще рәміздер күні, сол үшін көк туымызды желбіретіп қайтайық жігіттер. Второго шанса не будет. Нас в Казахстане ждут с победой. Такая поддержка была, чтобы на трибуне болельщики друг за друга. Ошибся, поднять, встать друг за друга. Мы должны в Казахстан приехать с победой. Друг за друга. Раз, два, три. Матч енді басталайын деп жатыр. 1-2 минут басталады уже. Иә, давайте сәттілік деп қойыңыздар енді. Қандай болады білмейміз, бірақ ертең рәміздер күні жеңіс арнауға тырысамыз барынша. Иә, рәміздер күніне көк туымызды көтергіміз келіп тұр. Давай, кет. Yeah, we come from nothing. Yeah, we see the stars. We tryna fly out to Venus and Mars. Oh Lord. Сонымен пока. Біздер қысып жатыр сөзің ашығы. Біздер. Какой там? Болған жоқ. Қалай ол? Ойыншылар да қысып жатыр, судьялар да қысып жатқан сияқты. Пока. Көреміз. Алғашқы 10 минут. Бір-нөл. Біздің бомбардир, біздің лучший игрок Сауранбаев Али. 1-0. Матч күшті отыр, күшті отырғанда біз ұтып жатырмыз, сол үшін күшті отыр. А так судейство полный отстой тұрмыз, если честно. И просто так дым болмай желтая карточка, сол обидно. А так это не спасает, красный не спасает, ничего не спасает Айран. Біздің Картоп 9 игрокпен де отатын команда, білесіңдер. Так что... Гол салсыма өмірден? Гол бұйырса. Шикарно. Вы кажетесь очень напряженным. Ну да, 1-0 проигрываем как-никак. Как думаете, все-таки, кто сегодня победит?
Пусть победит сильнейший. Пусть победит сильнейший. Это мои слова, да. Бізде қаш рауға ортада жалғыз, аяқта ортада жүр. Защитада ойнайтын адам аз ғой өйткені кімді қоясың защитада ойнайды. Бірінші тайм бітті, пока есеп 1-0, біз алда келе жатырмыз. Енді сырт алаңда болғаннан кейін бәрібір де ұтылғанның сөзі құрсын дейді, ұтылып жатқан жоқ, ұтып жатырмыз. Шындықты айту керек, судья кішкене беріп алды, енді оны мойындау керек енді. Солай болады, енді любой жерде солай ғой. Кім хозяин, судья сол жаққа қарай ағысады деген сияқты. Екіншіден көреміз, пока әлі ойын біткен жоқ. Ерте қуанудың қажеті жоқ. Мы вот так играем, 4 сзади и 4 впереди. Когда у них мяч, вы, если не знаете, игрока найдите, Алиш, хорошо? Нурда, просто к игроку подойдите и все, и за ним бегайте. Тогда это уже будет помощь. Потому что у нас большие разрывы, и они в центре игру начинают. Каждый с каждым играет. Джиги, на выезде запомните, никогда просто так победа не дается. Судьи убивают, все против нас. Но мы в Казахстан приедем, у нас никто не спросит, что там судьи были, какие условия. Всем важен результат. Так что эти 45 минут просто умирать! Yeah, we come from nothing. Yeah, we see the stars. We tryna fly out to Venus and Mars. Oh Lord, I won't stop for nothing, cause I want it all. That's why I grind until I fall. Oh yeah, one thing I won't do is let you tell me that I can't be great. Can't be great. One thing I won't do is let you tell me this ain't my fate. Ain't my fate. One thing I won't do. Екінші гол өте тартысты ойын болып жатыр. Эмоциональный ситуация, мені айғайлап өзінен шығып, тіпті дауысым қырылып қалғаны бар. Біздің Али бауырымыз баспен керемет соққы жасап, шыны керек қатты қуанып тұрмын дәл қазіргі сәтте. Счет есеп 2-0. Картоп командасы ұтып жатыр. Өзіміздікілерге ең бастысы жеңіс тілеймін. Тартысты ойын болсын. Пусть победит сильнейший. Без эмоций, это футбол. Нормально же играть. Давай, ребят. Нормально же играть. Нормально. Толкай. Откровенно, куда пойдем. Не, с кем он столкнулся? Сами решат, зачем, блядь, с кем столкнулся? Казахстан! Ура! 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 Казахстан! Ура! Ура! Алға! Эмоция жоқ. Голевая сүй! Так, Джиги, 7 голдан артық салмаймыз, 7 голдан артық салмаймыз. Нормально, нормально. Казахстан! 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 Казахстан, 3-0. Победа, Ома, победа. Специально делаешь. Все, он это клюет, он держит. Клюет. Али, успокойся, брат. Больно, все, успокойся. Футбольного не Футбольного не Успокойся, пожалуйста. Футбольного не Давай. Спокойно. Нормально, правильно. Все, спасибо за игру. Все, Тир, Айран, красавчик, Ахмед. Давай, пожаряй!
Счет 3-0. Оттық. Хорош. Құтты болсын, жеңіс құтты болсын. Али братан, Соңғы жеңісіміз болып қалмасын, иншалла әлі. Алда деп ойлаймын. Құдай күш қуат берсін. Кет, Али кет. Счет 3-0. Ойынға рахмет, өте керемет. Бүгінгі жеңісіміздің көрермендерін Қазақстаннан келген өзіміздің отандастарға. Рахмет, жеңіс құтты болсын. Қазақстан алға. Бүгін Айран командасының Картоп ТВ командасы 3-0 есебімен ұтты. Және де ертең Рәміздер күні, сол Рәміздер күніне біздің жеңісімізді арнаймыз. Және де біздерге демеу болған қосушыға көп-көп рахмет. Және де елге көмегін көрсетіп жүрген Ильяс ағамызға, қазақтың вундеркиндіне көп-көп алғысымызды айтамыз. Ойын жоғары деңгейде болды. Бастысы алғысымызды кімге айтқымыз келеді? Осы Өзбекстандағы қандас бауырларымызға айтқымыз келеді. Сонау шатаспасам Нөкістен де келіп біздерге жанкүйер болып жатыр. Барлық қолдап келген оқырмандарға, достарға тек сәттілік, поддержка беріп, көмектесіп, даже Инстаграмда болсын. Давайте каналға тіркеліп қойыңыздар. Біз бұйырса жеңіс жалғастырамыз. Ал бұйырса жеңісті күндерде жолыққанша. Рахмет. Ресей көт. Айтпақшы, Шымкентте ойын болады. Датасы әлі белгісіз, или 11-і, или 12-сі, иә? Короче, амкал мы жетеміз жайлап сендерге.